Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Бөлім салт дәстүр және ауыз әдебиеті. 88-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есім. 15-19 жаттығулар. Оқу мақсаты тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Бүгінгі сабақта зат есім туралы түсінік қалыптастыру, зат есімге байланысты тапсырмаларды орындау. Өткен сабаққа шолу жасайық. Оқушылар, өткен сабақта қандай сөз табымен таныстық? Жарайсыңдар. Өмірде қолданатын заттар өте көп. Солардың барлығының өз атаулары бар. Оларға кім-кімдер, не-нелер деген сұрақтар қойылады. Ал ендеше зат есімнің ережесін бірге қайталайық. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім не, кімдер нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, көгершін, жазушылар, құлындар. Кім? Адам, не? Көгершін, кімдер? Жазушылар, нелер? Құлындар деген сұрақтар қойылады. Оқулықтағы 15-ші жаттығуда шайық. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Иесі оның сәби, әрі төсек, әрі үй. Жұмбақтың шешуін бірге тауып көрейік, кәне оқушылар. Жарайсыңдар. Тамаша. Жұмбақтың жауабы бесік. Зат есімдердің астынсыз оларға сұрақ қой. Кім? Сәби, не? Төсек, не? Үй деген сұрақтарға жауап береді. Барлығымыз біргелікте тексеріп көрейік. Жарайсыңдар оқушы. Жасырын сурет. Бұл тапсырмада жасырын сурет берілген. Суреттерді анықтау үшін ұяшықтағы сөздерге тиісті сұрақтарды қоямыз. Әже, дәстүр, бесік, сәби. Сөздерге тиісті сұрақтарды қойып шығамыз. Әже, кім? Не? Бесік, не? Дәстүр, кім? Сәби. Жарайсыңдар оқушылар, сұрақтарды дұрыс қойып шықтық. Ендеше жасырын суретті табайық. Міне енді суреттің толық нұсқасы ашылды. Ұлттық салт дәстүріміздің бірі сәбиді бесікке салу рәсімі. Нәрестені алғаш бесікке бөлу рәсімі. Бесікке саларға шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын, жол жоралғысын ала келеді. Баланы алғашқы бөлу үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Ол өзінен басқа тағы бір екі келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Сәбидің әжесі не шешесі түбектің тесігінен балаларға тәтті үлестіреді. Осыдан кейін бесікті отпен аластап баланы бөлейді. Бесікке салған әйелдерге көйлек, жаулық сияқты сый тартылады. Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың үбірлі-шүбірлі болуына тілектестік білдіреді және бесік жыры айтылады. 16-шы жаттығу. Оқушылар сіздерге тапсырма. Сурет бойынша әңгіме құрап дәптерімізге жазамыз. 18-ші жаттығу. Өлеңді жаттап ал. Әлди-әлди бөпешім, әлпештейін көкешім, тербетейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Өлеңді жаттап аламыз. Оқушылар, сабағымызға қорытынды жасау мақсатында 19-ші жаттығу. Пішіндер арқылы сөзді тауып оқы, шыққан сөз туралы білетініңді айт. Алдымен кестеде көрсетілген әріптерді пішіндер арқылы орналастырамыз. Қандай сөз шықты? Оқимыз. Жарайсыңдар балалар. Бесік жыры.
Енді бүгінгі сабақта бесік жыры туралы не білдік, не үйрендік, сол жайында қорытынды жасаймыз. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар оқушылар. Үй тапсырмасы 17-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз, бірінші сөйлемдегі зат есімдерді анықта. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Белсене қатысқандарыңа рахмет. Кері байланыс күтемін.